Жәрмеңке жұмыссыз ұстаздарды қызметпен қамтуға бағытталған облыстық деңгейдегі шара осымен екінші рет өтуде. Ал мұнда жұмыс істеп келгендер көп ақ, жас аралығы да әртүрлі. Жоғары оқуын тәмамдап, педагогика саласын меңгерген жас мамандар тұрақты жұмысқа орналасуды көздейді. Солардың бірі Әйгерім Құлжабаева. Жұмыс жүргеніне 3 ай болыпты. Мамандығы қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі. Кәсібімен жұмыс таба алмай, балабақшада тәрбиеші болып жұмыс істеген екен. Ендігі мақсаты кәсібін нәсіп ету. Енді направление алу керек, директормен тілдестім, дипломымды көріп, направлениеге жіберді. Қазір направление алып, сол направление арқылы дүйсенбі күні собеседование болады. Соған орай алама алмайма оны әзірше белгісіз. Шараға білім беру мекемелерінің басшыларымен жұмыс істеуші мұғалімдер шақырылған. Мұнда 39 мектеп басшылығы 155 бос орынды ұсынып отыр. Бұл көрсеткіштің 148-і педагог мамандардың үлесінде. Оқу ордаларында орыс тілі пәнінің мұғаліміне кадр тапшы дейді мектеп директорлары. Сондай-ақ жаратылыстану бағытында дәріс беретін кәсіби мамандар тапшылығы сезілетінін айтады. Бізге орыс сыныптарындағы орыс тілі мен әдебиеті пән мұғалімі керек. Соған вакансияға бердік, сол күтіп отырмыз. Халықты жұмыспен қамту орталығының қызметкерлері 1-2 сағатқа жоспарланған жәрмеңкеде 300-ден аса жұмысшы келіп отыр дейді. Демек, бір бос орын 2 жұмыс іздеушіге арналған. Бүгінгі бос жұмыс орындар жәрмеңкесінде математика пәнінің мұғалімі, орыс тілі пәнінің мұғалімі мамандықтары бойынша бос жұмыс орындары басымдық көрсетуде, шамамен 19-18%. Келушілердің көбі оқуды жаңадан бітіргендер және орта жасқа жетпегендер. Жұмыс істеуші мұғалімдер меңгерген пәні бойынша таңдаған мектеп басшылығына барып сұхбат жүргізеді. Талапқа сай болса, жұмысшыға жолдама беріледі. Бұл жұмысшының қызметке елінде деген сөз емес. Алда оны сынақ мерзімі күтеді. Одан сүрінбей өту мамандардың өз қолында дейді шара ұйымдастырушылары. Нұрлан Асқар, Серік Тәжібаев, 7-7 News.